Жеке адамның азаматтық, тұлғалық, кісілік қасиеттері болады. Адамның кісілік қасиеттері мен даралық ерекшеліктері оның іс-әрекеттегі белсенділігінің өрістеуіне ықпал етеді. Адамның белсенді іс-әрекеттері оның мінез-құлқынан, ниет-тілегінен, бағыт-бағдарынан айқын байқалады. Ниет-тілектің мәні адамның тіршілігінен, әлеуметтік ортада атқаратын қызметінен және ісінен айқын байқалады. Осылайша жеке адамның ішкі дүниесінің сыры, жан сарайы және даралық ерекшеліктері білініп тұрады. Эфирде дара тұлға бағдарламасы. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Дара тұлға бағдарламасының негізгі мақсаты әлемге танымал болған фильмдердің және сол фильмде сомдаған актерлардың өмірбаяндары, сол фильмге қалай келгені, қалай ойнаған туралы сіздерменен бөлісетін боламыз. Ендеше бүгінгі бағдарламаның алғашқы актері Джеймс Патрик Кевизел туралы ой бөлісеміз. Американдық актер Джеймс Патрик Кевизел ұзақ уақыт бойы өзінің әйгілі әріптестерінің көлеңкесінде 3-ші дәрежедегі фильмдерде аса көзге көрінбейтін рөлдерді сомдап жүрген актерлардың бірі болды. Алайда актердің бағы 2-ші дүниежүзілік соғыс туралы, яғни «Тонкая красная линия» атты фильмде рядовой Уиттің рөлін сомдаған. Бірақ Джеймстің нағыз атақ даңқы режиссер Мел Гибсонның «Страсти Христова» атты фильмде Исаның рөлі үлкен атақ даңқ алып келді. Осыдан кейін 2004 жылдан бастап кинорежиссерлар, кинопродюсерлер Джеймс Патриктің актерлық шеберлігіне тәнті болып, кадр алдында өзінің ерекше ұстауына өте қатты таңғалыстарын білдірді. Джеймс Патрик 26 қыркүйек 1967 жылы Вашингтонда, Маунт-Вернони штатында дүниеге келді. Отбасында 5 бала, 3 қыз, 2 ұл. Джеймстің балалық шағы спорт алаңында және шіркеуде өткізілген. Әр жексенбі сайын Джеймс шіркеуден қалмай баратын. Бірақ дарынды Джеймстің нағыз арманы NBA-де баскетбол ойнау болды. Ол өзінің бір сұхбатында баскетбол ойыны мені қатаң тәртіпке үйретті деп айтқан болатын. Ал енді «Страсти Христова» фильміне оралатын болса, киносыншылар, режиссерлер және де продюсерлер бұл фильм адамдардың психологиясына үлкен қатты әсерін тигізеді деп, бұл киноның әлемге шығуына үлкен кедергілерін жасады. Бірақ көптеген қиындықтарға қарамастан, «Страсти Христова» кинематография тарихында ерекше фильмдердің бірі болып қалыптасты. Ендеше біздің материалымызда осы фильм туралы бірнеше қызықты факторлармен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Актер «Страсти Христова» атты фильмде ауыр қиын сынақтардан өтті. Соның бірі денесіне жағылған, қан жоса етіп жасалған грим күніне 10-12 сағат уақыт алған екен. Тіпті сол актердің гриммен ұйықтамаған кездер де болды. Ал осы актердің көтерген айқшағашы ол кәдімгідей бутафория емес, 70 килограммнан аса шын ағаштан жасалған. Фильм Италияда 2002 жылдың қазан айынан бастап 2003 жылдың қаңтар айына дейін түсірілген. Түсірілім ауа райының салқындығына қарамастан түсірілім өз жалғасын тапты. Ал актер болса, яғни сол айқшағашты көтеріп жатқан кезде бар болғаны белінде ғана ақ матамен оралған орақшы ғана болды. Фильм ағылшын тілінде емес, арамей тілінде өзгертілген. Көрермен осы тілді білмесе де, бірақ Иса Мәсіхтің өмірі бәріне белгілі болды емес пе. Түсірілім кезінде актерлар тілді жаттап алған. Жаттап алып камераның алдында таза сөйлемейінше редактор құптамайтын. Міне осындай өздерінің қиындықтары болған екен. Жалпы енді режиссер Мел Гибсонның айтуы бойынша бір сұхбатында сценарий кәдімгідей бірнеше жылға созылған екен. Фильмнің идеясы 80-ші жылдарда пайда болса, ал түсірілім 2002 жылдары бастап кеткен. Премьераның басталуына дейін осы 2004 жылдарда саясаткерлер,
кинематографистер қатты сынға алды. Тіпті кейбір мемлекеттерде, кейбір елдерде осы фильм жарыққа шығуына үлкен кедергі алып келді. Тіпті тыйым салды десек те артық болмас. Қазіргі кезде Мел Гибсон «Страсти Христова» атты фильмнің жалғасын түсіргісі келеді. Алайда дүниежүзілік пандемияның болуына байланысты фильмнің жалғасуы әзірге белгісіз. Бірақ білесіздер ме, ең кереметі фильм 609,5 миллион доллар пайда алып келді. Міне, біз сіздерге Джеймс Кавизл туралы «Страсти Христованың» қысқаша мәлімдемесін және актердің өмірі туралы сіздерге баяндап бердік. Егер де осы фильм сіздерге қызық болатын болса, YouTube арнасынан көріп, өздеріңіз тамашаласаңыздар болады. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.